Арасы шикі болмай, үлпілдек болып, дәмі өте дәмді және воздушный болып пісетін пирожкилер дайындайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай арасының барлығы толықтай піскен. Жасалу жолының барлығын видеоның соңына дейін қарап көріп алсаңыздар болады. Керек рецепті описаниеге қалдыратын боламын. Қамырына жылы су мен жылы сүтті араластырып, қант, тұзымызды, ашытқымызды, сұйық майымызды қосып, бір араластырып алып, ұнымызды салып отырып, жақсылап қолға жабыспайтын қамыр илеп, соңында кішкене шемішкі май жағып, көтерілуге қоямыз. Көтерілген қамырларды керек бөлшектерге бөліп, тағы да 20 минутқа тындырамыз. Пюренің үстіне қуырылған жуа саламыз. Одан кейін қамырымызды осылайынан жұқалап жайып, жақсылап біріктіріп алып, құрғақ салфетканың үстіне қойып қоя тұрсаңыздар болады. Одан кейін жай отта қызып тұрған майымызға жақсылап қуырып алатын боламыз. Арасына кез келген салма салсаңыздар болады. Менде картоп пюресі болды. Мінекей біздің оп-оңай пирожкилеріміз дайын болды. Ең бастысы жай отта қызып тұрған майда қуырасыздар. Сол кезде шикі болмай шығады. Майлы болып жатса қағаз сүлгіге салып алыңыздар. Ас болсын.